құрбан шалған кездегі қойдың мойнынан, құрбан малының мойнынан атылып шыққан алғашқы қанмен бисмилля Аллах атылып шыға ма, соның иесі кешіріліп кетеді дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Күшті ма? Кетті. Ол аз дейді, пайғамбар аз деп жатыр. Ана үстіндегі қылының санындай күнәсі кешіріледі дейді. Сол қылдың санындай сауап беріледі дейді. Ал есепте анаң, ол қой болса бар ғой, вообще бұттасып атады бір-біріне бүйтіп, ана жүндерін сани алмайсың ше. Соншалықты сауап беріледі дейді. Жаңағы құрбан шалған кісінің иесіне дейді. Ол құрбан малы, еще қандай болу керек дейді? Әдемі мал болу керек дейді. Құдайға келген кезде бар ғой, бүйтіп ақшаларын, брат, арзандау қой бар ма дейді ше. Арзандау бар ма? Сирағы бір-біріне тиіп атқан мынадай ше. Өлейін деп тұрған. Өйткені Құдайға ол болады, Құдайға. Главный шалып жіберсек болды. Алла сіздің мына жағыңыздағын біледі ағайындар. Алла сіздің мына жеріңізде сіз мал алам дегеннен бастап, ақша жинағаннан бастап Алла біледі сізді. Қандай мақсатта, қандай қойды, малды алайын деп жатқаныңызды Алла біліп қояды ғой. Сол мына жерді тексеру үшін екен ғой Алла тағала құрбандықты уәжіп қылған.